Келесі төртінші мысал. Бізде күрделі сызба берілген. У жалпы бар 110 вольт. 6 кедергі берілген резистор өзара тең 200 омнан. Бізге табу керек әр резисторда тоқ күшін I1, I2, I3, I4, I5, I6. Яғни бұл күрделі есеп. Соны дұрыстап шығарып көрсетейік. Сызбаға назар аударайық. Егер мына сызба берілсе, тұйық жақтан шығасыздар. Яғни оны тұйық жақ, тұйықтан былай қарай жүреміз. Сыртқа шығып баратқан сияқты ғой. Бұл суретте не көріп тұрмыз? R2, R4, R6 біртіндеп жалғанып тұр. Яғни тек қана бір жақтар қосылып тұр. Бұл тізбектей болады. Тізбектей. Соны табайық алдымен. Сонда R2, 4, 6 тізбектей жалғанған. Ол үшін оларды қоса қоямыз. R2 қосу R4 қосу R6. Олар барлығы 200, яғни өзара тең. Біздің жағдайда 3 кедергі. Ол 3 көбейту R2 деп жаза салуға болады. Айттық қой, кедергі өзара тең болса NR деген форма. N деген бізде 3-ке тең. Сонда 3-ті көбейтеміз 200-ге 610 болады. R2, R3, R2, 4, 6-да 610 шықты. Келесі. Бұл сызба шыққан 610 R3-ке параллель жалғанған. Назар аудардым, оң жақ, сол жаққа жалғанып тұр. Яғни 2, 4, 6 үшеу қосылғаны бір кедергі деп ойлайсыңдар. Сол үшінші кедергіге параллель жалғанады. Соны табайық. Так, бір бөлінген нөмір жазып қойық тауып атқандардың. 2, 4, 6, 3 қой. Сонда R3, бір бөлінген R2, 4, 6 банағы. Сонда бір бөлінген R3 бізде 200, 2, 4, 6-нікі 600 болды. Ортақ бөлім келтіреміз. Мұнда 600, мұнда 4 болады. Қысқартамыз, бір бөлінген 150. Осыдан бізге қажеті R2, 4, 6, 3. Сол себепті төңкереміз. Сонда R2, 4, 6, 3-тің кедергісі бізде төңкергенде 1 бөлу 150 бөлу 1 болады, 150 10 болады. Енді бұл шыққан R1 мен R5-ке тізбектей жалғанып тұр. Яғни бана төртеуін қостық алдымен. Сол төртеуін бір R деп ойлайсыңдар. Бір кедергі деп, сол R1 мен R5-ке тек қана бір жағынан жалғанып тұр. Сол себепті міне, бір жағынан. Бір жақ. Сол себепті тізбектей болады. Сонда бізде R жалпы соңғысы. Ол R1 қосу R5 және жаңа төртеуінің кедергісін жазамыз. 2, 4, 6, 3 деп. Қосайық. 200 ом қосамыз. 200 ом қосамыз 150 ом. Сонда бізде жалпы кедергі 550 ом болады. Жалпы кедергі таптық. Енді жалпы тоқ күшін табайық. I жалпы ом заңы бойынша U жалпы бөлу R жалпы. U бізде берілген 110 вольт. R таптық 550 ом. Қысқартамыз 0,2, яғни бөлгенде ампер болады. Яғни жоғарыда айтқан формула бойынша бізде тізбектей жалғанып тұрған кедергілердің тоқ күштері өзара тең. Сонда бізде I жалпы тең болады, тізбектей жалғанып тұр I1 мен I5. Сонда барлығы да I жалпы 0,2, онда I1 мен I5-те 0,2 ампер болады. Келесі біздер басқа тоқ күштерін табу үшін жазайық. U жалпы, ол бізде U1 қосу U3 қосу U5. Яғни, мына суретке назар аударайық. U1 бізде, U1-іміз мына жерде тұр. U5 мына R5-те, U3 деген мұнда. Не осы үшін алдық? Себебі U3 пен U2, 4, 6 параллель болғандықтан оларды кенеулер тең болады. Сол себепті тек қана 1, 3, 5-ті алуға болады. Сонда U жалпы бізде
ол жалпы 1, 3, 5-тің қосындысына тең. Ом заңы бойынша у деген ол тоқ күші көбейтілген кедергі. Жазайық. У жалпы ол i1 көбейту r1, i3 көбейту r3, i5 көбейту r5. Енді бізде белгілі сан мәндерін қоя салайық. Сонда 110 вольт. 0,2 баны таптық. R1 бізде бар 200. R3 деген бізде 200. I3 бізде жоқ. I5 деген 0,2. R5 деген бізде 200. Осыны есептейміз. Сонда 110. Мұнда бізде 40, сонда 80 қосу 200. I3 болады. 110-нан 80 азайтамыз. Әне теңдеуші шешіп ғой. Бізде болады 30. Осыдан I3 табу үшін 30-ды бөлеміз 200-ге. 0,115 ампер. I3 таптық. Қоршап қойық. Таптық. Сонымен I1 таптық, I5 таптық, I3 таптық. Енді жаңа суретке назар аударайық. Жаңа айтқандай бастапқыда айттық қой. R2, R4, R6 ол тізбектей. Тізбектей болса, олардың тоқ күштері өзара тең. Өзара тең екенін ескеріп жазайық. I2 тең болады бізде I4, I6 себебі ол тізбектей жалғанып тұр. Оны табу үшін жалпы I-дан, жалпы тоқ күшін азайтамыз I3-ті. Сонда бізде 0,2 азайтамыз 0,115. Шығады 0,115 ампер. Болды. Барлық тоқ күштерін таптық. Жауабы I1, I5 бізде 0,2 ампер болды. I3 бізде 0,115 ампер болды. Қалған I2 ол I4, I6 үшеуі тең. Олар әрқайсысы 0,115 ампер болды. Жауабы осы. Енді жаңа соңғы есептедік қой, I жалпыдан I3 азайтамыз деп, ол не себепті? Суретке назар аударайық. Бастапқыда айттық қой. Тоқ былай ағып келеді, R3-ке өтеді, сосын R2-ке өтеді. Міне жерде I1 ол I жалпы, I3. Сонда бізде шығады R2. Ал R2, R4, R6 өзара тең. Сол себепті I жалпыдан азайтамыз I3-ті. Сонда қалғандары шығады.